Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осында қазіргі кезде хит болып жатқан карамельді пирогтың өте оңай жолын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымнан өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынатын рецепттерді таба алатын боласыздар. Бізге керегі ұнды міндетті түрде електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс, және осының үстіне қопсытқышты салып, екеуін бір араластырып алуымыз керек. Енді осының үстіне жұмсақ сары майды салатын боламыз. Сары майды алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойғандарыңыз дұрыс. Жұмсақ болу керек. Енді осыны қолымызбен үгітіп отырып, үгітінді жасайтын боламыз, яғни крошка жасауымыз керек. Толықтай ұн мен май араласуы керек. Міне осылай болып, толықтай араластырып дайындап алдым. Енді бір шетке қоя тұрамыз. Енді қантқа бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еруі керек, сол үшін жақсылап араластырыңыздар. Осындай шаншқымен араластырдым, миксердің қажеті жоқ. Енді осы жұмыртқамызды дайындап қойған үгітіндіміздің үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бас кезінде қолымызға жабыспақ болады, кейін жақсы жұмсақ қамыр шығатын болады. Мен берген ингредиенттерде граммдардан ешқандай артық ұн қоспағандарыңыз дұрыс. Мінекей барлығы бірігіп, жұмсақ қамыр шықты. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа салмасын дайындағанша қоя тұруымыз керек. Құрамында сары май болғандықтан жылы жерде еріп кетуі мүмкін. Сондықтан суыққа, холодильникке қоятынбыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге бір банка варенка керек болады. Толықтай барлығын ыдысымызға құятын боламыз. Сапасы жақсы варенканы алсаңыздар өте дәмді шығады, және де қанық болып, түсі қоп-қоңыр шоколадный болып сияқты болып шығады пирогтарымыз. Енді осының үстіне 20% қаймақ салатын боламыз. Және бұларға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Енді осының үстін миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз толықтай барлығымен араласу керек, сондықтан 1-2 минуттай жақсылап араластырып алыңыздар. Мінекей асықпай толықтай араластырдым. Салмамыз дайын. Енді осыны шетке қоя тұратын боламыз, және тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, формамызға жайып шығатын боламыз. Толықтай тегістеп, және жан-жағына бортиктер шығарып. Менде формамның диаметрі 24, осы қамырымыз 22-24 формаларға келеді. Енді одан үлкендеу пирог жасайтын болсаңыздар, онда қамырымызды көптеу қылып жасауымыз керек. Мінекей қолымызбен жаймалап, толықтай жайып шығатын боламыз, және жан-жағын көтеріңкі етіп, бортик жасайтын боламыз. Және толықтай жайып болған қамырымызды осылай шаншқымен толықтай тесіп шығатын боламыз. Бұл қамырымыздың көтеріліп кетпеу үшін, бір тегіс болып пісіп шығу үшін осылай тесіп шығуымыз керек. Және духовкілеріңізді 180-200 градусқа қыздырып қойыңыздар осы уақытта. Енді осыған дайындап қойған салмамызды құйып, духовкімізге қамыры сарғайып қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мен 35-40 минуттай пісірдім асықпай. Сонда ішіндегі салмамыз толықтай пісіп шығуы керек. Мінекей салмамыздың барлығын салдым. Енді кішкене осылай тегіс етіп, жайылып шығу үшін осылай айландырып жайып шығатын боламыз. Толықтай пісіріп аламыз. Мінекей қамырлары жан-жағындағы сарғайды, және бас кезінде осылай көтеріңкі болып тұрады. Бұл салқындағаннан кейін басылатын болады. Мінекей осындай болып. Бұл әлі де толық суымаған. Сіздерге көрсету үшін осылай жартылай ғана суытып алдым. Сіздер толықтай суытып барып кескендеріңіз дұрыс, сонда ортасы толықтай қатаяды. Менде кішкене сұйықтау болып тұр ортасы.
пирогымыз өте жұмсақ болып шығады, ауызға салсаң ериді және өте дәмді. Ирис кәмпиттің дәміне келеді. Ішіндегі салмасы сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.